Kimde kәрі малдың еті бар? Шын айтам, кәрі малдың етін алам. Қыздар, маған кәрі малдың еті керек еді. Кімде бар? Кәрі малдың еті керек. Аха, жетілген. Олар көбін іздейді, бір жасар, бір жарым жасар. Олар ет толыққан жоқ. Иә, толыққан жоқ, дұрыс айтасыз. Одан кейін ол дәмсіз, неме сұқтатып тұрады. Су татиды, дұрыс айтасыз, дұрыс Мыналар айтасыз. енді 3 жастан ары қарай ет жетілген толығы. Аха. Естідіңіздер ме, құрметті подписчиктер, неғұрлым мал үлкен болған сайын ол жетілген болады. Әлі жас болса, оның волокно, жаңағы талшықтары су татып тұрады, әлі жетілмеген. Сәлем, құрметті подписчиктер. Біз Семей қаласының базарына кетіп бара жатырмыз. Кәрі малдың етін алуға. Ең кәрі малдың етін алуға кетіп бара жатырмыз. Мен ол кәрі малдың етін алу себебім сіздердің көздеріңізше эксперимент жасаймын. Кәрі малдың етін 3 қазанға салып, бір уақытта астын жағып, қайнатамын. Қай способ тез пісетінін сіздерге көрсеткім келеді. Сол үшін арнайы мінекей кәрі малдың етін алуға кетіп бара жатырмын. Жалпы негізі кәрі малдың етін біздің бір кездегі Советский Союз кезінде колбасной цехтар бар ғой, кезіндегі колбасалар керемет дәмді болды, иә, білесіздер, иә, керемет дәмді болды. Ол кезде тек кәрі малдың етін қабылдаған екен колбасаға. Бар. Бір ғана минус. Ол минус кәрі малдың еті долго пісір. Сол минусты енді біз плюсқа айналдыратын боламыз. Мінекей мен Семей қаласының ет базарында жүрмін. Қазір менімен бірге ет таңдаймыз. Арнадан алыстамаңыздар. Шек қарын 800 дейді. Қарыннан жасалатын хені керемет жақсы көрем. Менің немде бар каналымда. Қарыннан жасалатын хе. Ол нелердің кәрістердің по-корейски. Кәрістердің тамағы ғой. Ет 2000-нан дейді. Қаншадан? 2200-ден көк алсаңыз түсіреміз. Бәрін алсаңыз 2000-дан берсін. Аха, рахмет. Но жас мал. Жас мал міне көрініп тұр, жас мал екен. Бірақ неге сары жас мал болса да? Даланың малы болған соң. Даланың малы болған соң сары. Қаншадан етіңіз? 2300 бар. Тоже жас мал, иә? Жас мал қанша? Кәрі малдың еті керек еді маған. Қалғалай. Ебай, сені танымай қалдым, қалғалай. Маған бір ғой кәрі малдың еті керек еді. Мен 4-5 жасар. 4-5 жасар? Арыда емес, безірде емес. Үлкен кісіге ма? Жоқ, маған видеоға түсіріп қайнатайын деп едім. 3 түрлі способпен қайнатайын деп едім. Қайсы тез піседі, соны көрсетейін деп едім подписчиктерге. Соны көрсету үшін маған кәрі малдың еті керек. Маның өзі 10 жасар, 12 жасар. Ондай еттер бола ма мұнда? Сатылады, иә? Сағат 8 Да? пісіріп піспайды ғой ол ақшаң. Алған ақшаңа піспайды ғой. Сапсын үлкен ет. Иә. Таңертең қойсам кешке. Мен 8 сағат сайын пісір алмаған білмеймін. Мен бір 8 Қалай не 5-6 жасар как раз болады. 5-6 жасар жақсы еді. Қазір кім? Нұргүл деп қой сен. Назгүл. Если ана ішінен онша кәрі таппасам, онда сен кіріңдір ау. 112-ші орын. 5-6. Атак Месесте жерлер. Жас екен міне. Мына нелері, талшықтары сирек, тығыз емес. Демек жас екен. Кәрі мал ма маған, кәрі мал керек, апай. 4 жасар деген дәмді 4 жасар. Жарайды, рахмет. Кімде кәрі малдың еті бар? Шын айтам, кәрі малдың етін алам. Сатпайды бізде кәрімін сатпайды. Бұл да жас екен ғой. Мына шалабайный. Шалабайский? Ага, бақы шықтым. Ет шикарный. Ет шикарный, білем, шалабай. Уже төмен. Білем, қаншадан бағасы? Уже 2300-ден беріп атым. 2800 торговала, девушка қақышқанда етті. Все нас. Мүгенкасын қараңыз. Кәрі мал. Далада сатам әлде. Міне, құрметті подписчиктер, кәрі малдың етін таба алмай жүрміз. Ешқай жерден кәрі малдың еті табылмай жатыр. Қыздар, маған кәрі малдың еті керек еді. Кімде бар? Кәрі
малдың еті керек. Ол жылқы ғой, сиыр керек еді. Алды бағып жүр кәп. Говядина дейді. 3-4 жасар дейді. Бұл қанша уақытта примерно пысады? 1,5 сағат. 2,5 сағат. Мен подписчиктерге көрсетейін деп едім. Кәрі малдың етін алып ап, бірнеше способпен қайнатып көрсетейін деп едім. Қайсысы тез піседі? Сол үшін маған кәрі малдың еті керек болды. Ау, оны қайда тапсам болады? Бар ма? Мынауыңыз жапчас қой сіздің? Жоқ, мынау волокносы. Мынау мүлдем жапчас. Мына ет жаңағы айттым ғой. Көндем алдық. Мынау жасы бар. Екеуінің бағасы. Қазір мынаны кеп көрейік онда. Жаңа қанша болды? Иә. Ақбастың кәрі. Кәрі есек бар. Елдің бәрі шық. Есі дұрыс па деп ойлайтын шығар. А? А что снимаешь? А, себя я думала. Да, себя. А, я думала, нас снимает. Нет, я себя снимаю. Я думала, нас снимает. Нет, сізді снимайте. Снимайте, сіз жаман жерде жүрген жоқсыз ғой. Ет сатып, сауда істеп жүрсіз. Аха, бизнес. Жақсы ғой. Өте жақсы бизнес. Міне. Қазір. Үйге барып, мінекей осы етті 3 түрлі способпен қайнатып, бір уақытта қайнататын боламын. Ағаны түсірмей ақ қояйын ағаны. 14.560, е? Жарайды, осыны қояйын. Аха, 14.560. Қазір мен аламын, үйге барып осыны 3 түрлі способпен пісіремін. Сіздердің алдарыңызға қай способ тез пісетінін барлығы сіздердің алдарыңызда эксперимент жасайтын боламын. Жетілген ғой. Аха, жетілген. Олар көбін іздейді. 1 жасар, 1,5 жасар. Олар ет толыққан жоқ. Иә, толыққан жоқ, ол дұрыс айтасыз. Одан кейін ол дәмсіз, неме сұқтатып тұрады. Су татиды. Дұрыс айтасыз. Мыналар енді 3 жастан ары қарай ет жетілген толығы. Аха. Естідіңіздер ме, құрметті подписчик? Неғұрлым мал үлкен болған сайын ол жетілген болады. Әлі жас болса, оның волокно, жаңағы талшықтары су татып тұрады, әлі жетілмеген. Ендеше кеттік, арнадан алыстамаңыздар, үйге барып 3 түрлі пісіреміз. Рахмет, сау болыңыздар.